Бір апамыз былай дейді: адамның тәлейі қайдан келеді? Тағдыр тәлейге емес, адамның өзіне байланысты. Тәлей адам өмірінде санаулы уақытта ғана болады. Ол тек біреулерге ерте, біреулерге жай келеді. Адам тәлейі жақсы денсаулықтан келеді. Сау денелі болу барлығына ие болудан дерек бермейді. Бірақ денсаулықтан айырылу барлығынан айырылғанмен тең. Денсаулық бақыт, денсаулық байлық, денсаулық болғанда ғана тұрмыс, кәсіп тіпті де гүлденеді. Сондықтан дұрыс тұрмыс әдетін жетілдіріп, ішпек жемекке, әрекетке көңіл бөлу керек. Дене шынықтыру бәңкеге аманат ақша қойғанмен бірдей. Тәлей жақсы ниеттен келеді. Ниет жақсы болса, бақыт сізге күліп қарайды. Хайыр сахабат адамның көңілін кең, ақлақты етеді. Көмекке мұқтаж жандарға қолыңызды созып өзіңіздің барлығыңызды сезіндірсеңіз, бұл дүние шуаққа толады. Жақсы адамға жақсылық қайтады. Бұндай адамның істері оңға басып жолы кең болады. Тәлей жақсы мінезден келеді. Емерсон былай депті: тәрбие алған адамдардың барлығы ашуланбайды. Бірер іске жолыққанда сабырлы болу, ашу шақырмау керек. Сонда ғана тұрмыс тіпті де жарасымды болады. Адамдар көп ашуланбайтын адамды ашуы жоқ, бос деп қарайды. Іс жүзінде мұның керісінше болады. Ашуланбайтын адамдар көбінде істің жөн жосығын сөйлейді. Өз принципінде табанды болады. Ашу барлық адамда бар. Ашуланбайтын жақсы мінез бір адамның сапасы және өзін ұстап алу қабілетінде бейнеленеді. Ештеңеңіз болмаса мейлі, бірақ жақсы мінезіңіз болмаса, барлығынан айырылып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бұрынғыларда жолбарысты жеңген батыр емес, ашуды жеңген батыр дейтін сөз бар. Тәлей жақсы көңіл күйден келеді. Есіктен шықсаң алдыңа қара, есіктен кірсең қабағыңа қара деген екен бір дана. Ашуланған, кейіген, азаптанған кездегі түріңізді ешкімнің көргісі келмейді. Басқаларды құрметтеу, күлімсіреп жүру әрқашан сізге тәлей алып келеді. Тәлей жақсы сөзден келеді. Бір оқымыстының мақаласында мынадай сөздер жазылған: бір ауыз жақсы сөз қақаған қыста да адамды жылтады. Жаман сөз қағыр ыстықта да жүректі мұздатады. Бұрынғылар: бидай наның болмаса, бидай сөзің болсын деп дұрыс айтыпты. Мейір махаббатпен айтылған жақсы сөз адамға зор медет беріп, көңілді жатыратады. Құрмет етушілер мәңгі құрметтеледі. Күні бойы жаман сөз айтып, мәселе шешілмейді. Ауру ауыздан кіреді, бәлеғаза ауыздан шығады деп дұрыс айтылған. Есіңізде болсын, басқаларға жақсылық істесеңіз, жылы шырай болсаңыз, тәлей сізбен бірге болады. Адам тәлейі жақсы қарым-қатынастан келеді. Адам қоғамда өзара селбесу, өзара көмектесу арқылы өмір сүреді және дамиды. Білім алу, қызмет істеу, кәсіп жарату, табысқа жету болсын, барлығы да әртүрлі қарым-қатынастың көмегін қажет етеді. Адамдар ара қарым-қатынас саудадан да маңызды. Сау денелі болу, көркем мінез, жақсы сөз, жарасымды қарым-қатынас бізді бақытқа кенелтіп, тағдырымызды өзгертеді. Бақ тәлейдің өзі бір түрлі қабілет. Тәлейлі болуларыңызды, өмірлеріңіздің сүйіспеншілікке толы болуын тілеймін.